бір дүкен алыпты, маяқы тапсырды, ішін жасатыпты, сонымен бір 20 неше мың юанның затын кіргізді. Ал өкініштісі, менің ойлағанымдай болды нәтиже, 3 айға жеткен жоқ, жаңағы баланың жұмысы тоқтады. Дүкен ашушылар үшін, немесе сауда істеушілер үшін ең қасіретті нәрсе не? Ол мынау секілді бухгалтерлік білімдерінен хабарсыз болу. Ал дүкеніңізге адамның келмеуі, саудаңыздың қалай болуы, бұл одан кейінгі мәселе. Ең маңызды дүние, біз ең алдыменен мынандай бір бухгалтерлік білімдерін меңгеруіміз керек. Осыдан 7-8 жыл бұрын бір қыз бала бір дүкен саудасын істесем деп келді. Мен ол кезде бір серіктікте жұмыс жасайтынмын. Содан кейін әлгі балаға мен осы нәрселерді үйреттім. Өзіндік құн деген нәрсе бар, пайда деген нәрсе бар, шығын деген дүние болады, және таза пайда болады. Сен бұларды дұрыс есептей білуің керек. Және ол сауда әдеттегі біздің мынау 1 сомнан алып 2 сомға сататын аралық пайдасын ғана көретін саудаға ұқсамайтын. Онда көптеген есеп-қисап түрлері бар еді. Тіпті әуелі жаңағы бала оларды дұрыс меңгермесе, қалтасындағы барынан айырылып қалуы мүмкін. Сонда мен оған тұп-тура мінекей осындай досканы құрып отырып, өзі мына Құлжаудандікі болды, әкеліп осыларды үйреттім. Ал мен осы барыста бұл баланың бұл жағында ешқандай бір білімдерінің жоқ екендігін, және мына нәрселерді есептеуінің өзі қиынға түсіп отырғандығын сездім. Содан кейін айттым жаңағы балаға, сен қазірше бұған асықпай қой бұл дүкенді ашуға дедім. Бірнеше ай өткен жоқ, бір күні мені дүкеннің ашылу салтына шақырды, дүкенді ашып алған. Ал жарайды. Соныменен жаңағы жерде жаңағы дүкенге үлкен қылып отырып, бір дүкен алыпты, маяқы тапсырды, ішін жасатыпты, сонымен бір 20 неше мың юанның затын кіргізді. Ал өкініштісі, менің ойлағанымдай болды нәтиже, 3 айға жеткен жоқ, жаңағы баланың жұмысы тоқтады. Ендеше аралықта соншама ақшалар жоғалды да кетті. Достар, сондықтан мына кескінді дүкен ашып отырғандар ешқашан өткізіп етпей көріңдер. Егерде сен бір дүкен ашып отырған адам болсаң, онда сөзсіз түрде ең алдымен чыңбын деген нәрсенің екендігін білуің керек. Чыңбын, бұны өзіндік құн дейміз. Мынаның ішінде сенің осы дүкеніңнің маяқысы, осыған кеткен жуаншу, ішіне кеткен қатты жұмсақ бөлшектер, мысалы жозу, орындық, компьютер, я болмаса басқа дүниелер, солардың барлығы кіреді. Одан кейін сізде пайда деген дүние болады. Көптеген адамдар істеген саудасын пайдасы деп ойлайды. Біреулер көрсетеді маған, мен осы айда 100 мың юан пұл таптым дейді. Әмәлиятта ол осы айда 100 мың юандық сауда істеді. Ешқашанда 100 мың юан ақша тапқан жоқ. Одан кейін шығын деген дүние болады. Осы дүкенді ашу үшін, осы дүкенде отыру үшін сен адам жалдадың ба? Төгіңе, суыңа, анаған, мынаған ұсақ-түйек қаншалаған ақшалар кетті. Сен бұларды есептеуің керек. Содан кейін барып, мына екеуін бірінен бірін алып тастағаннан кейін барып, ең соңында таза пайда қалады. Міне, осы дүниелерді есептей білу керек. Әрине, мен кішкентай ғана қысқа кескіннің ішінде бұның барлығын сізге жеткізе алмаймын. Сол үшін сіз сауда істеймін дейді екенсіз. Сөзсіз түрде бухгалтерлік білімдерін меңгеруіңіз керек. Егер сен оны меңгермей тұрып жұмыс істесең, онда сен өзіңнің қашан орға түсіп кеткендігіңді. Сосын мына ордың ішінде қайсы бұрышта қалғаныңды біле алмай, мына бір жерде дал болып тұратын жағдай содан келіп шығады, достар. 记得关注再走哦。